Біз өнер мектебі 2 бағыт, 9 мамандық бойынша жұмыс атқарамыз. Қазіргі таңда 47 жоғары педагогымыз бар. Бұл жерде оқушыларымыз 300-ге тарта оқушымызды қамтып отырмыз. Аудандарымыз осы Кеген ауданы бойынша 12 елді мекен бар. Сол елді мекендердегі оқушыларды өнерге баулып, бұл жерде домбыра, фортепиано, дәстүрлі ән, хореография, бейнелеу өнері, қол өнері, көркем сөз атты мамандықтарды 4 жыл және 5 жыл оқытып, қолдарына куәліктерін береміз. Қазіргі таңда балаларымыздың жетістігі 2024 жылы мамыр айында Ташкент қаласында Ташкент мюзикл атты халықаралық байқауда бірінші орын иегері атанып келді. Фортепиано жаңағы мамандығы бойынша балаларымыз. Одан кейін эстрада вокал пәнінен Өмірбек ұлы Біржан деген баламыз, ол да бірінші орынды иеленіп келді. Осындай жетістіктеріміз көп. Қазіргі кезде республикадан балаларымыз өте танымал, қол өнер, бейнелеу өнерінен де көптеген байқаулардың жеңімпазы болып отыр. Осы өнер мектебіне баламның бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында және өзінің бір жағынан қызығушылығы болғандықтан беріп отырмын. Керемет нәтижелер жаратып жатыр, аудандық жарыстарға барып жатыр қызым. Және өзіне қатты ұнайды осы өнер мектебінде оқыған. Биылдан бастап тағы да бір қызым осы өнер мектебінде қобыз сынуына барады. Оған да күшті ұнап жатыр. Осы уақытын өте тиімді пайдаланып жатыр деп ойлаймын. Бізде енді ата-аналардың барлық 3 мектеп болса, орта мектеп, сол орта мектептегі балалардың түске дейінгі бос уақыттарын, ауысымдарын дұрыс бағытта пайдалану, соткеде отырған балаларды осы өнерге баулу арқылы тәлім тәрбие беріп, өнердегі сапасын көтеріп, кәсіби деңгейде білімдерін арттыру мақсатында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл жерде Заманбек атамыздың жас кезінен кейінгі суреттері, осы уақытқа дейінгі суреттері, сонымен қатар Заманбек атамыздың кітаптары, медальдары, өзінің қолданған қаламы, сонымен қатар бізде былтыр осы Заманбек Нұрқаділов атындағы балалар өнер мектебіне ескерткіш бюст ашылды. Сол кезде осы кітапты бізге сыйға тартты, альбом ретінде. Одан кейін мына жердегі өзінің берген кітаптары, яғни бұл кітаптарды Заманбек Нұрқаділов атамыздың қарындасы Ләззат Қайсарқызы және баласы Қайрат ағамыз келіп беріп кетті. Одан кейін Мақпал Жүнісова апайымыз да біраз бізге осындай құнды жәдігерлерін беріп кетті.